неге бәрі аппақ? Түстердің бәрі қайда? Бөлмемнің сәні кетіп қалды. Енді не істесем екен? Дала да аппақ. Бұл қалай? Әлде бұл түсім бе? Қалайда түстерді қайтаруым керек. Табиғаттың жаны кетіп қалғандай. Кімнен көмек сұраймын? Сәлем, Перизат. Маған тек сен көмектесе аласың. Айналаға қарашы, түстер жоқ. Сәлем, Зере. Иә, көрдім. Мен саған көмектесе аламын. Алдымен табиғаттың түстерін қайтарып берейік. Жарайды, жүре ғой. Аспанды көк қылайық. Көк түске боян. Алақай. Тезірек қоңыр түсті қайтарайық. Енді жасыл түс. Бізге жасыл керек. Перизат, сенің арқаңда түстерді қайта таптық. Бірақ анау қыр қалып қойды. Жүр, сол жерге барайық. Бұл жер құм екен. Ол ашық сары болсын. Өзенді де көкке бояп қояйық. Менің үйім сары түсті. Әдемі гүлдердің түсі қандай? Қызыл. Перизат, қарашы. Бәрі қандай әдемі болды. Иә, Зере, сенің көмегіңмен әлем қайта тірілді. Айтсам сенбессің, бірақ менің бөлмемнің түстері де жоғалып кетті. Жүре ғой, оңай қайтарып аламыз. Менің бөлмем қайтадан әдемі болды. Бау-бақшаны да көрейік, боялмаған зат қалмасын. Иә, тағамдарда түрлі түсті еді ғой. Бірақ неге бұлар әлі ақ? Оларды өзіміз бояп аламыз. Байқадың ба? Түстер болмаса, әлем мүлдем көңілсіз екен. Иә, әр түстің өзінің маңызы бар. Кеттік, бәрін бояйық. Мен дайынмын. Өздерінің қызыл түсін қайтарайық. Дайын. Енді қызғылт сары. Өздеріне сондай жарасады. Олардың түсі жасыл болуы керек. Бұл тірі табиғаттың түсі ғой? Олардың сары түсі маған сондай ұнайды. Өте әдемі. Күлгін түс. Бұл менің сиқырлы түсім. Перизат, саған көп рахмет. Оқасы жоқ, Зере. Әлемдегі түстер ешқашан жоғалмасын.